Құрметті офицер мырзалар, түлектер, ата-аналар, қадірлі қонақтар. Бүгін біз Қостанай академиясында ішкі қызмет генерал-лейтенанты Шырақбек Қабылбайұлы Қабылбаевтың ескерткішін ашу рәсіміне жиналып тұрмыз. Ел алдындағы қызметін және оның ішкі істер органдары саласындағы мемлекеттік және кадрлық саясатын жетілдіруге қосқан үлесін ескере отырып, Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Қостанай академиясына Шырақбек Қабылбайұлы Қабылбаевтың құрметті есімі выпускники, родители и гости. Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань уважения славному сыну казахского народа Шырақбеку Қабылбаевичу Қабылбаеву. Құрметті ардагерлер, әріптестер, және жаңа буын полиция мамандары, курсанттар. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ағымдағы жылдың 17 қаңтарындағы Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ Қазақстан халқына жолдауында қазақстандық патриоттыққа ерекше көңіл бөлді. Патриоттық тәрбие республикамыздың барлық қызметтерінің ажырмас басты бөлігі болып табылады. Осыған байланысты бүгінгі таңда құқық қорғау органдарына аса жоғарғы талап қойылып отыр. Қазіргі таңда да құқық тәртібінің орнығуына, заңдылықтың сақталуына және азаматтардың мүдделерінің қорғауында ел тыныштығын көздің қарашығындай сақтауға өз үлестерін қосқан ішкі істер органдарының қызметкерлері туралы бұрын да қазір де көп айтылып, көп жазылып жүр. Сондай бір туар аға буындарымыздың бірі Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің генерал-лейтенанты Шырақбек Қабылбайұлының ішкі істер органдары қызметіне қосқан үлесі орасан зор. Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді деп ел даналары демекші, ішкі істер органдары саласының бүгінгідей озық дәрежеге жетуіне Шырақбек Қабылбайұлының қосқан үлесінің зор екені сөзсіз. Төзімділік пен қажырлықты талап ететін бұл салада қызмет ету өз жұмысының үддесінен шығу қайратты ер азаматтарымыз үшін де оңайға соқпасы анық. Жас мамандарға ұлағатты ұстаз бола білген Шырақбек Қабылбайұлының адамгершілік пен жанашырлық қасиеттеріне әрқашан тәнті едік. Жастардың жолы үлкен деп, тәжірибесі милицияның, полициясының қызметкері бар шеберлігін, бар білімін біздерге жеткізіп, өзінен кейін ізбасушы ретінде еш алаңдамай қалдырып кетті. Үлкенге аманат, кішіге өнеге тәріздес қағидаларға сүйене отырып, туған туыс, құрбы жолдас, әріптестер арасында серікше құрметке ие болған Шырақбек Қабылбайұлының артындағы ізін басып келе жатқан кіші буындарына өмірлік өсиеттерін мұра ретінде қалдырды. Уважаемые ветераны, коллеги, молодые полицейские курсанты, сегодня знаменательное событие в системе органов внутренних дел, поскольку одному из учебных заведений МВД Республики присвоено имя легендарного человека Қабылбаева Шырақбек Қабылбаевича. И Қабылбаев Шырақбек Қабылбаевич оставил светлый след в истории органов внутренних дел нашего государства. Учитывая его заслуги перед Родиной, вклад в реализацию кадровой и государственной политики в сфере внутренних дел и в целях увековечения памяти его имени, сегодня ваша академия носит имя Шырақбек Қабылбаевича Қабылбаева. Құрметті қауым, бүгін Шырақбек атамыздың туысқандарына мынандай ұлы қуанышты күн. Бүгін Шырақбек атамыздың
ескерткіштің соның мұражайын Қостанай Ішкі істер академия ашып жатыр. Біздің атамыз мындай мемлекет қайраткердің ішінде ерекше адам еді. Адам өсігі мол, адал, парасат адам еді. А также автоматический набор, офисный набор для письменного стола. Жұмысыңыз жемісті болсын. Жасап отырғандарыңызға көп рахмет сіздерге. Мен Қабылбаев Шырақбек ағаны 2 рет көрдім. Біріншісі тірі кезінде көрдім, екіншісі өлгенде көрдім. Екінші көрдім 77 жылы Қабылбаев Шырақбек аға ауырып больницаға түсіпті. Мен осы бұрыннан танушы едім, бірақ больницаны киіп болғаннан кейін танымай қалдым. Балконның жанынан өтіп баратыр едім, осы реанимация жатыр екен. Кішкене жүрегі тәуір болған болу керек, балконға шығып отыр екен, бір уақытта өтіп баратыр, ай балақай бергенші деді. Барып едім, балам маған газет әкеп берші деді. Газетті алып келгенде мен таныдым. Аға, сіз Шырақбек аға емессіз ба дедім. Иә, Шырақбек ағамын. Соған екеуміз танысықта қалдық. Ол кісі Семей облысы Абыралы деген ауданда, Қайдар деген ауылда бір 10 шақырым жерде кішкентай ғана ауылда туған. 1900 жылы Абыралда мектеп құрылған екен. Ол кісі 8-ші жыл туған, 14-ші жылдары 1-ші классқа барып, 19-ші жылға дейін Қарашық деген жерде мектеп оқыпты. Сол мектепті жаулар өртеп жіберген екен. Содан 4 жылдай мектепсіз болған соң бұл кісі қалаға кетіп, педучилище ары қарай кеткен екен. Мен бұның биографиясымен танысқан себебім, жаңа өлгенде танысты дегенім, 1959 жылы 1 августте Теміртау процесі болған. Ол кісінің өмірбаянында бірнеше жыл белгісіз тұр. 59 жылы министрліктен кетті дейді, 67 қайтадан министр болады. Оны мұна оқушылар, студенттер түсінбей қалуы мүмкін. Сонда қысқасы айтайын. Мен архивке бардым, республикалық архивке. 1959 жылы 1 августта Теміртауда болған көтерілістің себебін дейші деп. Барсам, маған бермейді. 4 жерді ұсаты керек дейді. Жоғарғы сот 4-ші көн ба. Мен үшеуінен алдым, жоғарғы сот бермей қойды маған. Профессорлық оқытушы құрам және тыңдаушылар. Мемлекет және қоғам қайраткері, ішкі істер генерал-лейтенанты Шырақбек Қабылбаевтың елеулі еңбегі, қызметі мен оның ішкі істер органдарында саласындағы мемлекеттік және кадрлық саясат жетілуге қосқан және ел алдында үлесін ескере отырып, 2014 жылғы 9 желтоқсанда Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен мәңгі есте қалдыру мақсатында Ішкі істер министрлігі Қостанай академиясына генералдың есімі берілді. Алаштың аяулы азаматы қиын қызметтің ауыртпалығын абыроймен арқалап өткен. Отанның нағыз жанашыры, ағалық қамқорлығы, ұлт жанды азаматқа үлкен құрмет ретінде біз академия ұжымы және ішкі істер министрлігінің қолдауымен ескерткіш орнатып отырмыз. Осы күні академияда тәрбиеленіп, білімін арналып жатқан әр тыңдаушы, профессорлық оқытушылар құрамы, қызметкерлер, болашақ офицерлер, отаны, туған жер үшін қызметтік борыштарын мүлтіксіз орындаған азамат Шырақбек Қабылбаевтың іс тәжірибесін үлгі-өнеге тұтары анық. Себебі генерал-лейтенанттың өмір жолы, отанға адал қызметі, кәсіби тәжірибесі мен нақты істерінің Қазақстанның құқықтық және демократиялық даму барысында алар өз орны мен түрі бар екені бәрімізге айқын. Болашақ тәртіп сақшыларының санасына туған жеріңді қастерле, оның отына күй деген ұғымды сіңіріп, әр азаматтың туған жерін көзінің қарашығындай сақтай білуге тиіс екенін түсіндіру біздің парызымыз. Ел қамын ойлаған тұлғалардың бірі Шырақбек Қабылбаевтың кейінгі ұрпаққа
үлгілі іс қалдырған үлгі ету де біздің борышымыз. Өнегелісіміз жүзеге аса берсін. Осындай сәтте елбасы, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тәуелсіздік туын тігуге қаншалықты қажыр қайрат керек болса, оны құлатпай сақтап қалуға соншалықты қажыр қайрат керек. Яғни елімізге бойына ата-бабамыздың ел мен жерге деген сүйіспеншілік қасиет дарыған, егеменді елімізге аянбай қызмет ететін, ой өрісі кең, алғырда, жүректі, сауатты да салауатты азаматтар қажет деген сөзі ойымызға түседі. Мен Шырақбек Қабылбаев атындағы академия тыңдаушыларының тәуелсіздік мұратына адал болатынына, табыстар жолында жалғастыратынына сенімдімін. Деятельность, активное участие в оказании помощи при сооружении памятника при Костанайской академии МВД совершить сегодняшнее такое событие. Приятно особенно наш здесь, поскольку я представляю Совет ветеранов МВД Национальной гвардии, свою посильную помощь в этом мероприятии важном, ответственном академии. Поэтому председатель генерал-майор милиции Болсамбеков. Уважаемые, я обращаюсь к слушателям. Для вас вот достойный пример служения Родине, казахстанский патриотизм. Вы носите имя Академии Шарипбек Қабылбаева. Поэтому вас будут называть теперь Қабылбаевцы или выпускниками. Аралап қалай жүрдің гәміні қатта, қосалып айдың гүлін ай, қабылып аттымы гәк-гәгәгәгәгәй. Айталмай гәк-гүлімді ешбір адам, Амырлап қолыр қаздай, баяулаттымы гәк-гәгәгәгәй. Gaga
біздің ағайындары. Какие разделы? Вообще мощные. Мінекей, ел дегенде еміреніп, жұрт Келе бір көңіл берсеңіздер. Мына жерде Еңбек біздің министрдің еңбегі. Министр мырза бізге маған тапсырма совет ветеран. Өте қиын жағдайлар болды. Біз 2007 жылдан бері өткізе алмай жүрдік. Bir rет Семейдегі колледждің атын Виктория объявить етілді. Одан кейін ең қиыны анонистикалық комиссияны өту. Орден алу оңай. А вот мырза, сосын председателіміз ардагерлер кеңесінің генерал-майор Болсанбек, сосын көп еңбек сіңірген кадр департаментінің қызметкерлері. Бір адаммен бітетін іс емес. Қанша томдық документ, қанша түніміз, күніміз демалыссыз қызмет істеп. Уважаемые гости, уважаемые родственники, приглашение. құрметті әріптестер, келесі сөзге Бүгін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шырақбек Қабылов атындағы Қостанай академиясында айтулы күн 2014 жылғы 9 желтоқсанда осы академияға Қабылбаевтың есімі берілді. Елімізге сіңірген еңбегінің бағалап үкіметтің қаулысымен осы генерал-лейтенанттың атағы беріліп отыр. Бұл біздің тыңдаушыларымыз үшін, профессор отырушы құрам үшін және өскелең ұрпақ үшін үлкен бір сабақ деп санаймыз. Өйткені ол кісінің өткен өмірі, қызметі, мансабы, оның барлығы біздің тыңдаушыларымыз үшін таусылмас болашақтарына үлкен бір бағыт беретін күш деп санаймыз. Сондықтан мына өздеріңіз көріп отырсыздар, арнайы ескерткіш ашылды. Сонымен қатар академиямызда арнайы мұражай ашылды. Бүгін біздің академиямызда сонымен қатар тыңдаушылардың бітіру күні. Қазір академиямызға Шырақбек Қабылов атындағы туы тапсырылады. Сонымен қатар 131 тыңдаушы осы жоғары оқуын тәмамдайды. Оның ішінде 11 тыңдаушымыз озат диплом алып шығатын болады. Міне, болашақ біздің тыныштығымызды қорғайтын азаматтардың осындай жоғарғы дәрежедегі өзінің еңбегін атқарған мемлекетке қоғам қайраткері ішкі қызмет генерал-лейтенанты Шырақбек Қабыловтың есімімен сақтала береді деп біз санаймыз. Бұл ұзақ уақыт, көп жылдан бері бұл еңбек бір адам или жалпы қоғамның, соның ішінде көптеген еңбек сіңірген біздің ішкі істер министрі генерал-полковник Қасымовтың, ардагерлер кеңесінің төрағасы генерал-майор Болсанбековтың, кадр департаментінің ішкі істер бөлімінің, ішкі істер министрлігінің еңбегі, көптеген материалдар, құжаттар жинау өте қиынға түсті. Бұл 2007 жылдан бері айналысып келе жатырмыз. Бір уақыттарда монитория объявить етілді, одан кейін құжаттар қиындап кетті өткізу. Сондықтан бұған сіңірген біздің басшылықтың, біздің қызметкерлердің еңбегі көп. Халыққа еңбегін сіңіріп, маңдай терін төгіп, үлкен із қалдырған, болашаққа, жастарға бұл ашылу себебі берілгеніне үкімет басшысына, еліміздің президентіне рахметімізді айтамыз. Неге бұл тәрбие жағынан да жастарға үлкен сабақ болады. Жақсы ниет бұның бәрі. Үлкен кісілерді сыйлау, еске алу. Сондықтан бірнеше мынау сіздерге енді стресс массовый информация дейді ғой, рахметімізді айтамыз. Осы кісілерді бір уақытта көрсетіп тұрған дұрыс. Тарих ұмытылмау керек. Тарих бұл болашақ, оны ұмытуға болмайды. Тарихты ұмытса ол ел болмайды. Онда біз өзіміздің болашағымызды ұмытқанымызбен бірге. Рахмет сіздерге. Я являюсь внуком Шырақбека Қабылбаевича. Меня зовут Галым Мусабаев. Я архитектор, профессор КСГС. Ну, я хочу сказать, что Шырақбек Қабылбаевич был таким, внес большой вклад в становление
кадров Министерства внутренних дел Казахской ССР. И вот он в своей генеральной линии видел подготовку именно высококвалифицированных кадров. И поэтому помимо вот этих всех вопросов насущных, которые были по материально-техническому снабжению МВД, социальной сфере, но все-таки он своей, как педагог в душе, такой педагог с большой буквы, он рассматривал именно генеральную линию своей деятельности как министра внутренних дел. Это выпуск высококвалифицированных кадров. Потому что действительно в Казахстане не хватало вот именно вот образованных работников милиции. И поэтому он в 50-е годы по его инициативе открывается средняя школа милиции в городе Алмата, а затем в конце 60-х годов он лично полтора или около 2 лет был в ожидании, когда его примет председатель Совета министров СССР Косыгин, и он ему дал буквально 15 минут на то, чтобы с ним переговорить. Ну, они поговорили где-то час с лишним. За это время он успел всесторонне обосновать необходимость создания в Казахстане Карагандинской школы милиции МВД СССР. И причем он это обосновал, здесь не просто была подготовка, были квалифицированные кадры юридические. И, соответственно, почему в Караганде? Потому что там была база гражданской обороны. А в Кустанае в 1971 году его приказом создается школа начальной подготовки для органов и кадров внутренних дел, которая дальше развивалась и вот, соответственно, потом преобразовалась в юридический институт, а затем вот развилась в нынешнюю Кустанайскую академию МВД СССР.